Баршаңызға сәлем. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 75 Буби Байцепроторын жасаймыз. Алдыңғы видеомда қарасаңыздар, мен сіздерге толық нұсқасын көрсеткенмін. Ең алдымен 4 жұмыртқамызды салып, шекерімізді салып, жақсылап аппақ болғанша миксерлеп аламыз. Жаңа көрсеткенде ұнымызды, разыр кетігімізді қосып, какаомызды үшеуін бөлек ыдысқа араластырып қойдым. Құмшекерімізді салып, жұмыртқамызға жақсылап аппақ болғанша миксерлейміз. Жақсылап миксерлеңіз. Бұл жерде жұмыртқаның рөлі ойнайды. Даже болса, домалақ, дәу жұмыртқа алыңыздар. Ал егерде кішкентай жұмыртқа алсаңыздар, тағы да бір жұмыртқа қосуларыңыз тура келеді. Өйткені кішкентай жұмыртқа болса, граммдар дұрыс шықпай қалады. Сол себепті осылай аппақ болғанша миксерлейсіздер. Водяной баняда жаңағы мен шоколадым мен майымды миксерлеп алдым. Описаниеда барлығын жазып өттім, қанша грамм екенін. Жақсылап водяной баняда ертіп, осы үстіне қосып, тағы да миксерлейсіздер. Менде осындай масса шықты. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, мен өзімде трафарет бар. Сол трафареттің размеріне қарай жасадым. Салфанға салып, үстінен жаңағы менде 75 деген цифра істеймін. Сол 7-нің үстіне салфанға құйып, салфанмен әдемілеп құйып шығасыздар. Осы негізінде ең ыңғайлысы осы. Түзу әдемі шығады. Осы енді 7 дегеннің үстіне мешогымызға құйып, осылай жағып шығамыз. Өте ыңғайлысы осы. Печкаларыңызға салып, 180 градуста пісіріп аласыздар. Әркімнің печка әртүрлі, өз печкаларыңызды қадағалаңыздар. Менде барлық корждар пісіп бітті, оны көрсетпедім. Крем деп описаниеда жазып өтем. Өйткені мен алдыңғы видеоны көрсеңіздер, алдыңғы видеода толық нұсқасы көрсетілген. Бірақ мен бұл жерде барлығын сіздерге описаниеда жазып өтем. Кремді осылай жағып шығып, оформлениесіне қалауларыңызша қоясыздар. Тура осы 75-ке описаниеда жазып өтем, қанша грамм кететінін. YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп өтіңіздер. Әлі де жақсы тағамдармен, тәттілермен сіздермен бөлісіп отырамын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.
жасап көріңіздер.